Сәлеметсіңдер ме балалар? Өзін-өз тану сабағына қош келдіңіздер. Өзін-өз тану пәнінің мұғалімі Айманова Бақытжан Серікбайқызы, сыныбы 7-ші Ә сыныбы. Бүгінгі өтетін сабағымыз парыз тәртіптен басталады. Бүгінгі сабақтың мақсаты оқушыларға парыз тәртіптен басталатынын түсіндіре отырып, дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу. Сабақтың құндылығы дұрыс әрекет, қасиеттері әдепті болу, әділеттілік, отбасындағы, мектептегі парызды орындау. Балалар, біз 5-ті ережесін әрдайым әр сабақ сайын есімізге сақтаймыз. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Біздің сабақтың келесі бөлімі үй тапсырмасын сұрау. Үй тапсырмасына шектен шықпа аңызын оқып келу. Үй тапсырмасы сұрақтары бүгін мәтін бойынша. Бірінші сұрақ: мәтіндегі сіздер көп оқыған, көп білетін ғұламасыздар, бірақ сіздердің білгендеріңіз бен жазғандарыңызды қара халық оқып игере алмайды деген сөзді қалай түсінесіңдер? Екінші сұрақ: адам шектен шықпау үшін оның бойында қандай қасиеттер болуы керек? Үшінші сұрақ: шектен шықпау мен тәртіпті не байланыстырады? Шектен шықпау деген тәртіптілік пе? Төртінші сұрақ: шектен шықпай тәртіпті болуың үшін өзіңе қандай талаптар қоясың? Біздің келесі бөліміміз тыныштық сәті нұрға бөлену. Бүгінгі сабақтың дәйек сөзі: ел үмітін ер сақтар, ер атағын ел сақтар деген халық мақалы. Осыған өзіміздің ойымызды, көзқарасымызды білдіреміз. Және осы дәйек сөзге байланысты мына сұрақтарға жауап берейік. Ер баланың отбасы алдындағы парызы қандай? Екінші сұрақ: өз-өзіңе сенімділік қасиеті неден көрінеді? Үшінші дәйек сөзден қандай ой түйдіңіз? Әрбір пенденің көзінің тірісінде ақтауға міндетті парыздың түрлері өте көп. Бірінші, жаратушы алдындағы пенделік парыз. Екінші, отан алдындағы азаматтық парыз. Үшінші, атан алдындағы перзенттік парыз. Төртінші, ұстаз алдындағы шәкірттік парыз. Біздің келесі бөлімімізде мұғалім сыйы, яғни оқиға айту, шығыс ұлына хат. Осы шығыс ұлына хат тақырыбына байланысты мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, хаттың басты құндылығын қалай түсінесіңдер? Екінші, өмір тек бақытты сәттерден тұра ма? Үшінші, елім үшін жаным құрбан деген мақалды қалай түсінесіздер? Төртінші, елі үшін жан пида еткен қандай ерлерді білесіздер? Бесінші, әңгіме қай құндылық туралы айтылған? Алтыншы, әңгімеден қандай ой қорытуға болады? Осы сұрақтар көлемінде жауап береміз. Келесі бөлім шығармашылық жұмыс. Сыныпты, яғни 3 топқа бөлеміз. Бірінші топқа берілетін жұмыс отан алдындағы азаматтық парыз. Екінші топқа атан алдындағы перзенттік парыз. Үшінші топқа ұстаз алдындағы шәкірттік парыз. Келесі бөлімде үйге тапсырма беру. Үйге тапсырма оқулықтағы, ғылымдағы Ғұмыр Әбдуәли Қайдардың мәтінін оқып келу және оқушы жұмыс дәптерінде бірінші, екінші тапсырманы орындау. Біздің келесі бөлімімізде топпен ән айту. Қуандық Рахымның Қазақтың ұлымын деген әнін орындаймыз. Сабақ аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.